Қайырлы күн, достар! Бүгін сіздермен мясо по-французски, французша ет тағамының видеосымен бөлісетін боламын. Өзім де алғаш рет жасап көрдім. Маған ұнады. Өте оңай тамақ, тез дайын болады, әрі дәмді. Бізге керегі картошка, помидор, пияз, қатты сыр, фарш және тұз, қара бұрыш. Ең алдымен картошканы осылай жұқа етіп турап аламыз. Ыдысыңыз үлкен болса, 2 картошка да жетеді. 3-4 картошка көп болып кетеді. Помидорды да осылай домалақтап, қатты жұқа қылмаймыз, турап аламыз. Пиязды өте майдалап тураймыз, суы шығып, сочный болу үшін. Болмаса, осылай блендерден өткізіп аламыз. Міне осындай пешке салатын ыдыстың астын кішкене ғана май құйып, картошкалар жабысып қалмайтындай етіп, жағып алып, жұқалап туралған картошкамызды орналастырамыз. Бір қабат картошкамызды орналастырып алып, үстіне тұз және кішкене қара бұрыш себеміз. Көп сеуіп, тамақтарыңыз ащы болып кетпесін. Картошканың үстіне фаршымызды алдымен тұз сеуіп, қара бұрыш сеуіп, дәмдеуіш сеуіп, әдемілеп дәмін шығарып аламыз. Содан кейін ғана картошканың үстіне орналастырамыз. Жайып саламыз. Көп фарштың қажеті жоқ, өте аз болмау керек, өте көп болмау керек. Картошканың бетін барлығы жабылып тұру керек. Үстіне блендерден өткізген пиязымызды жайып саламыз. Осылай блендерден өткізсеңіздер, тағамдарыңыз сулы болып, құрғақ болмай, әдемі болып піседі. Үстіне помидорымызды қоямыз. Пешті алдын ала қыздырып қоямыз. Алдын ала 180-170 градуста қызып тұрған пеште картошкамыз піскенше тағамымызды пісіріп аламыз. Піскен соң үстіне қатты сырды осылай майдалап, салып, сәл ерігенше ыстықта ұстаймыз. Қалауларыңызша осылай сәндеп тамақты ұсынсаңыздар болады. Міне осымен тағамымыз дайын. Осылай кішкенеден кесіп, болмаса үлкендеу етіп кесіп ұсынсаңыздар болады. Өте оңай тамақ. Қуырмайсыз, барлығын салып, пешке салып пісіріп аласыз. 40 минутта пісіп шығады. 40-45 минутта. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Егер де жасап тағам ұнап жатса, комментарийда менімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.